Çağrım bugün 15. Қазан sabahımızı бастаймыз биологиямен. Сабақтың тақырыбы дәрумендер және олардың маңызы. 14-15 параграфты ашамыз. Дәптерді ашамыз, бүгінгі күннің етін жазамыз. Уақытты үнемдеу үшін сыныпты 3 топқа бөлдік. Бірінші топ гипервитаминоз, екінші топ гиповитаминоз, үшінші топ авитаминоз. Барлығымыз күнделіктің таза ұлтты әдемі етіп дәптерге жазамыз. Тақырыпты жазамыз. Дәрумендер және олардың маңызы. Бүгінгі сабақта біздер адам ағзасындағы дәрумендердің маңыздылығын сипаттаймыз. Дәрумендердің құрамында маңызды мөлшері бар азық-түліктердің тізімін жасаймыз. Денсаулық үшін маңызды дәрумендерді және дәрумен жетіспеушілігінен туындайтын ауруларды қарастырамыз. Енді осы дәрумендер туралы айтпас бұрын біз өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Бірінші топ, гигиена ережелерін сақтау үшін біз не істеу керекпіз? Неге керек бізге бұл гигиена ережелері? Сол бойынша сәл топты талқылау және өз пікірлерді білдіру. Бізде топ басшы Диас, сондықтан бір минуттың ішінде. Екінші топ, сендерден витаминоз тобы, ас қорыту мүшелерінде пайда болатын проблема, қандай проблемалар бар ас қорыту мүшелерінде пайда болатын түрлері? Тек қана сипаттамасын айтып. Үшінші топ, дені сау болу үшін қандай тамақ ішу керек және қашан ішу керек? Қысқаша. Қысқаша ғана. Талқылауға уақыт кетті. Гигиена ережелерін сақтау керек. Не ол? Баяндамашы. Сендерде мебел топ басшысы ас қорыту мүшелерінде пайда болатын проблема. Қандай проблема пайда болуы мүмкін? Сендерде тамақтану, дені сау болу үшін қалай тамақтанамыз? Баяндамашы кім шығады? Бірінші топтан баяндамашы кім? Айта қойыңдар. Жақсы. Екінші топ ас қорыту мүшелерінде қандай проблема болуы мүмкін? Ал гигиеналық нормаларды сақтамадық, бұздық. Қандай проблема пайда болады? Баяндамашы мебелді? Егер де біз жеке бас гигиенасын ұстамайтын болсақ, онда біз асқазан және ішек ауруларына ұшыраймыз. Олар бізде көбінесе дұрыс жуылмаған көмерселден, қол жуылмаған кезде паразиттер кіреді. Мысалға оған дизентерия ауруы жатады, ішек ауруы, іш тезегі және тырысқан аурулар жатады. Одан кейін түрлі паразит құрттармен де зақымдана аламыз. Жарайды, рахмет. Үшінші топ. Бізде дұрыс тамақтану үшін бізде құрамында витамині бар жеміс-жидектер көп жеуіміз керек. Және де жасөспірімдер балалар күніне 4 рет тамақтану керек, ал ересек адамдар күніне 3 рет тамақтану керек. Және де таңғы ас және кешкі ас 20% жесек, ал екінші ас пен түскі асты 30% жеуіміз керек. Жақсы. Келсеңіз бе? Алып қосарларыңдар ма? Жақсы, Амина. Артық тамақ ішу деген тамақ ішкен кезде ұйықтар алдында 1,5 сағат бұрын тамақ ішу керек. Жақсы, тамақтану уақытында сақтау керек. Жақсы балдарым, рахмет, әрқайсының пікірін құнды. Енді балдар, осы біз бірлескен іс-әрекет жасау арқылы біз басқалардың сезімін, басқалардың пікірін құрметтеуді білеміз. Бүгін біз топтық жұмыс жасау арқылы адал азамат біртұтас бағдарламасындағы бірлік және ынтымақ деген құндылығымыз бар. Яғни барлығымыз қазақ айтқандай бірлесе көтерген жүк не дейді? Жеңілдейді. Сондықтан біз бірлесе отырып оқимыз. Бірлесе отырып бір-бірімізбен пікір алмасамыз. Және әрқайсымыздың пікіріміз құнды деп біз әрі жаңа сабаққа ереміз. Бүгін балдар біздер дәрумендер білеміз. Жас поэт. Дәрумендер балдар бізде суда еритін дәрумендер және суда ермейтін дәрумендер екіге бөлінеді. Жазамыз. Суда еритін дәрумендер. Олар өсімдік өнімдерінде болады. Сыраның құрамында болады, ашқының құрамында болады. Ол
Б тобындағы, С тобындағы, А тобындағы және П тобындағы витаминдер. Балдарым, витаминдерді негізінде латын әріптерінің бас әріптерімен белгіледі. Және әрбір витаминнің өзінің атауы болады. Витаминдер бұлар ерекше адамның өсуіне, дамуына қажетті органикалық заттар. Витаминдер адамның ағзасында өз мөлшерінде болу керек. Ол витамин көп болса да болмайды, аз болса да болмайды, жоқ болса да болмайды. Егер витаминнің тәуліктік мөлшері немесе ағзадағы құрамы мөлшерден аз немесе көп жоқ болатын болса, онда адам түрлі ауруға ұшырауы мүмкін. Сонымен суда еритін витаминдерден басқа майда еритін витаминдер бар. Майда еритін витаминдер бұлар көбіне жануар текті тағамдарда болады. Және оны есте сақтау үшін біз кеда деп айтамыз. К витамин, Е витамин, Д витамин, А витамин. Витаминдер жатқызып? Кеда, я? К, Е, Д, А витаминдерді жатқызып. Жақсы. Ендеше қазір оқулықты ашамыз. Параграф 14. Оқулықты ашамыз. Тірек сөздер бар балдар. Қарайық тірек сөздерге. Тірек сөздері. Қарайық тірек сөздерге. Термин сөздер. Термин сөздерге назар аударамыз. Термин сөздерге. Дәрумендер. Гиповитаминоз. Витаминоз, гипервитаминоз және поливитаминоз. Енді бұл витаминдер балдар тағамның құрамында болады. Егер тағамның құрамынан біз витаминдерді өзімізге ала алмасақ, біз оны медикаментозды түрде өзіміздің терапевт дәрігерімізбен ақылдасып отырып, оны дәрілік препараттар ретінде не істеуге екен? Қабылдауға болады екен. Енді бірінші топтың атауы не дедік біздер? Бірінші топтың атауы гипервитаминоз. Гипер деген сөз жаратылыстану ғылымдарының барлығында биік, көп деген мағынаны білдіреді. Сонда ол витаминнің не істеуі? Артық, көп болуы. Жақсы. Гиповитаминоз витаминоздың жетіспеушілігі. А витаминоз дегеніміз? А деген сөз жоқ деген сөз. Сонда не болады? Витамин мүлдем тастап жоқ дегенді білдіреді. Сонымен топтың атауында біз әрі қарай дамытамыз. Келесі. Енді қарай, суда еритін дәрумендер. Суда еритін дәрумендер, С дәрумені. Біз көп естиміз С дәрумені, міне күз мезгілі келіп жатыр. Біздің иммунитетіміз төмендеді, көптеген адамдар ауырып жатыр. Түрлі жұқпалы ауруларға, жедел респираторлық ауруларға шалдығып жатыр. Сол адамдарға көмекке С витаминмен келсек болады екен. Бұл витаминдер көбіне көкөністер мен жеміс-жидектердің құрамында болады. Әсіресе ең көп ол итмұрындар, қара қарақаттар, лимондар және басқа цитрус дақылдарында және қолжетімді қырыққабаттың құрамында бар екен. Әсіресе қырыққабатты ашыған түрінде квашеная капуста дейміз ғой. Осы күйінде күнделікті тамаққа қолдану арқылы біз денемізде С витаминді тұрақты жағдайда ұстап тұра алады екенбіз. Және ол С витамині ағзаға қаншалықты оңай енгенмен соншалықты оңай ыдырап кетеді. Сондықтан ол витаминді үнемі толтырып отыру қажет. Б екі дәрумені ашытқыда, бидай кебегінде біз отруби дейміз ғой, қазір модный клетчатка дейміз, соның құрамындағы бұршақ, ет, сүт, жұмыртқа сарылуында болады. Б витамині көбіне біз оны жамбастан укол ретінде салғанда білеміз. Себебі ол бізге жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Б тобындағы дәрумендерде Б6 деген дәрумен бар. Бұл бізге тері ауруларының алдын алуға және қан аздық ауруы кезінде, яғни қанның құрамындағы гемоглобин төмендеп, біз анемияға, қан аздық ауруына ұшырасақ, бізге көмекке Б6 витамині келеді. Бауырда, бүйректе, балықтағы, жұмыртқада Б12 витамині бар. Және егер ол тамақпен жетіспесе, Б2 витамині бізге дәрі ретінде ампуладан ол бізге салады. Енді күнделікті пайдаланатын тағамдардың құрамында қандай да бір дәруменнің ұзақ уақыт болмауынан витамин жетіспеушілігі А витаминоз ауруы пайда
болады. Бұл кезде адамда зат алмасу бұзылады. Қанша ұйықтасаң да әлсірей бересің, қанша тағамдасаң да күш пайда болмайды, шаршаңқылық, мазасыздық, күйзеліске ұшырау пайда болады. Енді ол дәруменді жаңа айттым, тек қана дәрігердің көмегімен ғана не істеу керек? Пайдалану керек. Ұзақ уақыт артық пайдаланған кезде дәл ол жаңағындай авитаминоз әсері сияқты гипервитаминоз да адамның ағзасына зиянды әсер етеді. Түсінікті ме? Енді сендер жеміс-жидектердің құрамында кездесетін иммунитетті көтеруге маңызды дәрумендерді сипаттау керексіңдер. А, Е, К, Д витамині жаңа айтылған міне тәуліктік мөлшері, мен алдарыңа ресурс бердім. Витамин жетіспеген кезде бізде түрлі аурулар бар, тері аурулары, қан аурулары, одан кейін тірек қимыл жүйесі, көру жүйесінің аурулары пайда болады. Ал енді тапсырманы орындайық. Жеміс-жидектер құрамында кездесетін иммунитетті көтеруге маңызды дәруменді сипаттар. Яғни сендер жеміс-жидек құрамында кездесетін дәрумендер жазасыңдар, иммунитет көтеруге қажетті дәруменді сипаттайсыңдар. Ал келді. Одан кейін топқа бағалау парағын беріп қояйын. Сонымен қатар міне тақырыпқа орындаймыз. Топ басшысы бағалау парағына аты жөнді жазады. Бірінші тапсырма бізде бағалау критерийі бойынша 3 балмен бағаланады. Топтық жұмыс, яғни топ 3 бал алса, әрбір топтың мүшесі де 3 бал алып бағаланады. Топтық жұмыс бірге талқылаймыз, қараймыз, орындаймыз. Яғни жеміс-жидектің құрамында кездесетін дәрумендер. Қандай дәрумен кездеседі? Алдарында міне ресурстық қағаздар. Қағаз беріп мәселелерде? Ал талқылаймыз, қызу талқылаймыз. Бағалау парағы. Яғни бірінші тапсырмада бағалау критерийі 3 балға сәйкес жүзеге асады. Яғни біздер жеміс-жидектер құрамындағы дәрумендерді жазалсақ, иммунитетті көтеруге қажетті дәрумендерді сипаттай алсақ, біз онда 3 бал аламыз. Хатшы жазып жатырған кезде қалғандарын дәптерге де жауап жазып қойыңдар. Капустада қандай витамин? Пиязда қандай витамин? Уақыт жақындайды. Жарайсыздар? Жарайсыздар. Ал жақсы, ендеше бағалау парағын қолыңызға алып отырып, бағалау парағына ат жөндерді хат жазып қойсын оқушылардың. Соңында жинап алыңдар. Онда тексерейік, дайынбыз ба? Сонымен біз бұл тапсырманы барлығымыз орындадық. Парақшаларына балын қойып қойыңдар. Қанша бал болды? 3 бал. Яғни топтық жұмыс болғандықтан барлығы қанша балдан алады? 3 балдан алады. Бірінші тапсырмаға 3 бал деп жазып қоямыз. Жақсы. Онда екінші тапсырмаға, талдау айдарындағы тапсырмаға көшейік. Бұл кезде енді біз кестемен жұмыс болу керек. Кестемен жұмыс. Тапсырма. Яғни ақпараттарының келесі бетіне. Екінші тапсырма. Кестеде берілген А, Б1, С дәрумендеріне сәйкес азық-түліктің тізімін жасап, бір тәуліктегі қажет мөлшерін жазыңдар. Сендердің ресурстарында дәрумендердің қажетті мөлшері жазылған слайд бар. Енді сендер А дәрумені, Б1 сәйкес, С дәрумені азық-түлікте кездесетіні және оның адам ағзасына қажетті мөлшерін істеу керек, жазу керек. Ал жаз. А дәрумені туралы бірінші топ айтады, Б дәрумені туралы екінші топ айтады, С дәрумені туралы үшінші топ айтсын.
Birinchi top bizga qay dərumeni туралы айтасыз? Ал және осы А дәрумені көптеген жеміс жидектерде кездеседі. Қазіргі біздің организмімізге өте қажет және де күніне 1-2 миллиграммнан біздің ағзамызға барып тұрса, біздің денсаулығымыз жақсы болады. келесі екінші топ Біздің таңдаған бобыр, ашытқы, күріштің ұрық бөлігі, қабығы, бидай, картоп мөлшері күніне 1,5 немесе 2,5 миллиграмм. Үшінші топ авитаминоз тобы. Абитайны баяндамашы жасы. Көкөністер мен жемістер, сүт, бүйрек, тұздалған қырыққабат, итмұрын, қарақат 60-100 миллиграмм. Бір тәулікте қажет мөлшер. Иә. 600 миллиграмм не ол? Бір тәулікте қажет Сөйлем толық айтсам. Иә? Бір тәуліктегі қажетті витаминнің мөлшері екен. Қай дәрумен туралы айтып жатырсың? С дәрумен туралы. Жақсы. Сонымен бағалаймыз. Бізде 3 балдық жүйеге 3 балмен бағалаймыз. Үшінші тапсырма. Денсаулық үшін маңызды дәрумендердің түрі және дәрумен жетіспеушілігінен пайда болатын аурулар. Бірінші топ А дәруменінің қызметі және пайда болатын аурулар туралы айтады жетіспеген жағдайда. Екінші топ Д витамині туралы, Д витамині жетіспегенде пайда болатын аурулар. Үшінші топ С витамині туралы айтады. Яғни сендер осы маңызды дәрумендердің түрін жаза алу керексіңдер, дәруменнің қызметін сипаттай алу керексіңдер, және осы дәрумендер жетіспегенде пайда болатын ауруларды сипаттап және олардың алдын алу шараларын білу керексіңдер. Адарумен айтсақ, ағзаның өсу дамуы, рецепторлардағы пигмент витаминнің түзілуіне қатысу, тері, шаш, тырнақтың саулығын сақтау. Егер де осы А дәрумені ағзаға жетіспеген жағдайда бізде ақшам соқыр ауруына әкеліп соқтырады. Және де гипертония ауруына душар болуымыз мүмкін. Жақсы, 3 балл. Екінші топ бізде қызметі кальций мен фосфор алмасуының жетіспейді, сүйек пен тіс қалыптасуына әсер етеді. Жетіспейді, ауруы сүйектің жетіспейді, кальций алмасуы да бұзылады, және сүйектердің аяқ сүйегінің қисайды. жақсы, 3 балл. Авитаминоз тобы Берілген сударының қызметі ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы өту қабілетінің артуы, тыңдаймыз. сүйекке берілетін және мықтылықтың қасиеті берілген алмасуы қамтамасыз етеді. Жетіспеушіліктердің қарақұлы ауруына қарсы тұру, төмендеуіне тез шаршау, буын ауруы, қан кету, Витамин жетіспесе не пайда болады екен? Ауру пайда болады. Сонымен біз осы уақытқа дейін витаминдер және олардың маңызын жетіспеу кезінде пайда болатын аурулар туралы меңгердік. Енді біз қазір сергіту сәті миымыздың қаншалықты есте сақтау қабілетіміздің бар екенін алайық. Және менің әріптестерім сіздер экранға қарап, жаттарыңыздың деңгейін анықтасаңыздар. Под каким номером находится тигр? Где расположен жираф? Под какой цифрой орел?
бірінші орында тұрады. Жақсы сабағымызға қайтадан оралайық. Біздерде жеке тапсырма бар. Ол үшін бізге ұялы телефон керек болады. Ұялы телефондарыңызды аламыз. Бағалау критерийінде қарасаңдар, бұл жерде бізде 14 сұрақ 100%. Осындай сендерде терезе ашылу керек, көздің жақсы көруіне, әркімде сұрақтар мошқау түспеген екен. Бізде қазір 2 минуттан кейін қоңырау соғылады. Сондықтан тапсырма параграф 14-15 оқу, мәтінді оқып, тапсырмаларды орындау және маған бағалау парақты бересіңдер. Бұл жерде Ленинг платформасында орындайтын 14 балл үйге қалды. Сондықтан бүгінгі сабақта белсенді болып, мен ойлау сөзімді айтқым белсенді болып қатысқан топ мүшелеріне рахмет, сабаққа қатысқан әріптестерге рахмет. Енді кері байланыс. Бүгінгі сабақта мен не түсіндім бірінші топтан? Жақсы. Бүгінгі сабақта сені қуантқан не нәрсе? Аяна не қуантқан сені? Жақсы. Одан кейін мен өзімді мақтар едім. Айла, не үшін мақтайсың өзіңді? Амина, не үшін мақтайсың өзіңді? Не үшін өзіңді мақтар едім деген сабақта? Міне мақтайтын оқушылар бар өзі. Көп сұрақтарға жауап беріп және тапсырмалар орындадым. Сол үшін мақтайсың, жарайсың. Ал бүгінгі сабақта қызықты болғаны, Омар, саған бүгінгі сабақта не қызық болды? Әртүрлі дәрмендерді және соларды үйренген мағызды. Жақсы. Балдарым осы чатқа жіберілген тапсырманы үйде орындайсыңдар, скриндайсыңдар. Бүгінгі сабақта белсенді болған Диасқа, Лейлаға, Аяна, Мерует, кімді ұмыттым? Еркебұлан, үшінші топта Әбілқайыр, Амина, Айла және Нұрайымға. Жалпы барлық оқушы белсенді жақсы қатысты. Мектеп формасын сақтаған, құралдарын үйренген, сабаққа қатысқандары үшін ал жаңағы оқушыларға жақсы деген баға қоямын. Егер 14 сұраққа жауап беріп, уақытында скрин отчетынан жіберсеңдер, 4 бағаларын 5-ке айналады. Жақсы, сау қатысыңдар.